Жетісай қаласы номер 2 Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебі 3 Ә сыныбы. Сынып жетекшісі Дүйсенбиева Күлсен апай. Күнделікті сабақта қолданатын әдістері қазақ тілге байланысты. Мысалы үшін етістік. Бұл етістік деп осындай қорап жасалған, сыртына жазылған. Ал енді ішінде етістікке байланысты қаламсапқа тапсырмалар беріледі. Енді сын есім. Сын есімге де өзіне қатысты осындай қаламсапқа жазулар береді, артына тапсырмалар болады. Сан есімнің де осындай қорабына тапсырмалар қаламсапқа берілген. Одан кейін зат есім. Зат есімге де осындай қаламсапқа жазылған. Артына тапсырмалар жаза бересіз. Оқушыны қызықтыратындай осындай әдемі дүниелерді жасап, түрлі әдістер қолдануға болады. Бұл Дүйсенбиева Күлсен апайдың сыныбы. Облыстық семинарға сабақ даярлау үстінде керемет әдістерді осылай қолданып, оқушыларды қызықтырып отырсаңыздар болады.